Кеңес одағы кезінде пионер ұйымы жұмыс жасаған бәріміз білеміз. 91 жылы тәуелсіздікті алғаннан кейін сол ұйым өз жұмысын тоқтады және Қазақстан бойынша аудандық, мектептік, облыстық деңгейде, тіпті республикалық деңгейде де әртүрлі балалар ұйымы пайда болды. Жалпы олардың саны 20 мыңнан асқан болатын және 20 жылдан кейін, яғни 2001 жылы Нұр Отан партияның съезінде сол кездегі президентіміз, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев балаларды бір ортақ шаңырақ астында, ортақ идеология астында біріктіру туралы идея ұсынған болатын және сол кезден бастап біздің жас ұлан, жас қыран ұйымдарымыз пайда болды. Жас қыран бұл 1 мен 4 оқитын оқушыларды қамтиды, ал жас ұлан болса 5 пен 11 сынып оқушылар жас ұланға кіреді, бірақ олар барлығы жас ұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымына кіреді. Содан бері енді 10 жыл өтті. 10 жылдың ішінде енді біраз жетістіктерге де жеттік деп айтуға болады. Мысалы, қазіргі таңда біздің жас ұлан ұйымының өкілдіктері барлық өңірде жұмыс жасауда, барлық мектептерде біздің жас ұландықтар бар және ұлттық білім базаға сүйенетін болсақ, жас ұлан ұйым қатарында 1,5 миллионнан астам оқушы бар. Және біздің туған күніміз 6 шілдеде елордамен қатар, біздің елбасымызбен қатар, біздің жарғымыз официалды түрде 6 шілдеде қабылданған болатын. Енді мақсаттар мен міндеттерге келетін болсақ, әрине мақсатымыз өскелең ұрпақты патриотизмге тәрбиелеу болып табылады және балалардың ішкі потенциалын ашу, дамыту үшін жағдай жасау. Ал енді бағыттарға, міндеттерге келетін болсақ, біздің үйіміз 7 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Олар отан, яғни патриоттық тәрбие, жерде, яғни интеллектуалдық дамыту, 7 жарғы, яғни құқықтар мен міндеттерге үйрету, экоәлем, экологиялық білім беру, салауат, яғни спортқа баулу, руханият, яғни адамның рухани байлығын дамыту оқушылардың және тағы басқа осы 7 бағытымыз бар. Және осы 7 бағыт аясында біз балаларға әртүрлі шараларды, жобаларды ұйымдастыруға тырысамыз. Мектептің деңгейде болсын, облыстық деңгейде, тіпті республикалық деңгейде және балаларды осы 7 бағыт бойынша әртүрлі оларға сондай навыктарды үйретуге тырысамыз. Сонымен қатар ұйымда бізде волонтерлікте дамып жатыр. 2015 жылы ол кезде енді мемлекетімізде волонтерлік енді дамып келе жатқан кезде біз республикалық штабтың жанында жас ұлан тим деген еріктілер штабын ашқан болатымыз және неліктен олай аштық, өйткені сол кезде біз түсіндік, балалар тек қана волонтерліктің объекті ғана болмай, балаларға ғана көмек көрсетпей ақ, сонымен қатар балалар өздері ақ көмек көрсете алады, өздері ақ осындай іс-шараларға да белсене қатыса алады. Сондықтан біз балаларды мектеп кезінен, осындай кішкентай кезінен волонтерлікке үйрете бастадық. Қазіргі кезде біздің волонтерлік штабтар тек қана республикалық деңгейде емес, сонымен қатар барлық өңірлерде де бар және ары қарай осы идеяны аудандық деңгейде, мектептік деңгейге де таратуға біз тырысып жатырмыз. Енді әрине ұйымға кіргеннен кейін баланың өз құқықтары бар, өз міндеттері бар және ұйымға қабылдаған кезде біз тек қана 5-терге оқитын оқушыларды ғана қабылдамаймыз. Мысалы, қазіргі кезде көбісі ойлайды, жас ұланға кіру үшін сен белсенді болуың керексің, немесе 5-ке ғана оқуың керексің. Біздің ережеміз бойынша жас ұланға кіру үшін ең басты міндет ол баланың өзінің қалауы. Егер бала қаласа, мен осы ұйымның мүшесі боламын, мен мемлекетімізге, елімізге, тіпті болмасын мектептің өзіне, қалаға пайда әкелемін десе, біз сол балаларды қабылдаймыз. Яғни жас ұлан ұйымның есігі барлық балалар үшін ашық. Ал әрине олардың өздерінің құқықтары
құқықтары бар, міндеттері бар. Егер бала мысалы ата-ананан сыйламаса, қоршаған ортаны ластаса, біз ондай балаларды үйімнан шығарып жібереміз. Және балалармен жұмыс істеген кезде біз peer-to-peer деген сондай жақсы өте әдіс бар, соны қолданамыз. Яғни үлкендер бір нәрсе жеткізгенше балалар өздері бір-біріне жеткізу ол тез оңайырақ жетеді. Және бізде үйімізде арнайы сондай иерархия бар. Мысалы, көшбасшыларымыз бар, ұланбасылар, олардың орынбасарлары бар, 7 бағыт бойынша үйлестірушілері бар. Жасұлан тимді, яғни волонтерлікті алатын болсақ, олардың ішінде де өздерінде жүйе бар. Сондықтан балалар арқылы бір идеяларды сіңіру оңай, және осы балалар арқылы өздері олар біздің идеологиямызды өздері таратады. Және мысалы патриотизм дейміз, яғни азаматтық белсенділік, ол андай өте үлкен сондай күрделі сөздер, балаларға олар тез жете қоймас. Сондықтан біз осындай ұғымдарды, күрделі сөздерді, яғни компит сияқты, енді начинкасы ол біздің негізгі мақсатымыз, балаларды патриотизмге тәрбиелеу болып табылады. Ал біздің қолданып жатқан методтарымыз, әдістеріміз, олар әртүрлі балаларға жақын методтар болуы мүмкін. Яғни біз жұмысымызда TikTok'ты пайдаланамыз, Instagram'ды өте жиі пайдаланамыз. Яғни сондай нәрселерді балаларға қазіргі заманауи әдістерді қолдану арқасында жеткізу, ол біздің қазіргі жұмысымыздың мақсаты. Осыдан бірнеше жыл бұрын рухани жаңғыру елбасының мақаласы шыққан кезде, мен ол кезде ол мақала маған, мен үйіме арналған деп өзімді сездім, солай қабылдадым. Өйткені рухани жаңғыру бұл не? Бұл бір идеалды мемлекеттің, идеалды қоғамның сондай бір дайын сценарий. Біз осы рухани жаңғыруды алсақ, осы елбасы айтқандай барлық қасиеттерді дамытсақ, мысалы прагматизм жайлы өте жақсы айтты, біз идеалды мемлекет боламыз. Ал менің үйім енді болашақ өскелең ұрпақпен жұмыс істегеннен кейін мен осы мақала мен үшін жазылған деп қабылдадым. Енді осы биыл ұлттық рухани жаңғыру ұлттық жоба шыққан кезде де мен осы жобаны толықтай оқып, өзіме де андай дорожный карта сияқты дейді ғой, солай өзіме жұмысқа пайдаландым. Өйткені өте жақсы балаларға, жалпы жастарға идеялары, жобалары өте көп. Мысалы, мемлекеттік тілді алатын болсақ, мен мысалы жас анамын, кішкентай балам бар. 6 жасқа дейін біз тек қана балапан телеарнасын ғана көрдік. Қазір балам 6 жастан асып бара жатыр. Балапан оған қызық емес, басқа қазақша қандай контент көрсетемін деп қазір ойлана бастадым. Енді ұлттық рухани жаңғыру жобаны алатын болса, ол жерде Nickelodeon, TG арналарды қазақшаға аудару туралы мәселелер көтерген. Сонымен қатар арнайы қазақша шығаратын контент YouTube'тағы каналдарды дамыту деген сондай ұсыныстар бар. Және мені ана ретінде, балалармен жұмыс жасайтын адам ретінде мені өте қатты қуантады. Өйткені әрине 6 жасқа дейін өсіп келе жатқан қазақша ойлайтын бала арғарай орыс тілді контентті пайдалана бастаса, әрине орыс тіл тез сынып кетеді, және балалар тез орыс тілін үйрене бастайды. Әрине барлық тілдерді үйрену керек, бірақ ең бастысы біз ана тілімізді, мемлекеттік тілімізді үйренуіміз керекпіз, және осы тілді міндетті түрде балаларға да үйретуіміз керекпіз деп ойлаймын. Тағы да осы ұлттық рухани жаңғыруды алатын болсақ, мысалы мені қуантатын балаларға тегін секциялар мен кружоктарға баруға мүмкіндік берілді. Әр балаға екі секцияны таңдауға мүмкіндіктері бар. Енді әрине ол ұлттық жобаға дейін де болған бастама, бірақ ұлттық жобада да оған көп мән берілді, және мен ол өте қуантады. Өйткені қазіргі кезде барлық мәселелер, мысалы балалар, қыздар ерте жүкті болады, наркомания, девианттық балалар, олар неден пайда болады? Өйткені олардың уақыттары бос. Мектептен шыққан соң олар
білмейді не істерінді. Сондықтан олар сондай әртүрлі жағдайларға тап түседі, басқа компанияларға барады. Ал егер олардың уақыттары бос болмаса, балалар ары қарай өздерін дамытып, өздерінің бір қабілеттерін дамытып, ары қарай мысалы дамушы еді. Сондықтан осындай секциялар, әсіресе спорт секциялар өте маңызды деп ойлаймын, және осы жобаның бір сондай артықшылығы, маған ұнайтын жері сол. Тағы да ұлттық жобаны қарастыратын болсақ, мысалы біздің асыл мұрамызды сақтау бойынша да көп мән берілген жобада, және маған да ол өте жақын. Өйткені мысалы былтыр біргеміз волонтерлер жыл аясында біз біргеміз асыл мұра жалпы ұлттық жобасын жүзеге асыратын болғанбыз, және ол жерде волонтерлерді археологиялық қазба жұмыстарына, реставрация жұмыстарына, волонтер гидтерді дайындау жұмыстарына тартқан болатынбыз. Және сол кезде біз түсіндік, біздің елімізде, қазақ жеріміз жалпы қандай бай, кез келген жерді алатын болса, 1000 жылдық тарихымыз бар. Және бұның бәрін сақтау және біздің болашақ ұрпағымызға жеткізу бұл Қазақстанның әрбір азаматының міндеті деп ойлаймын.